Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, дәмді, сондай ерекше мандаринді пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог негізінен банафи-пайдың пирогын бананның орнына осындай мандарин қосып жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, толығымен дайындалу жолын түсіндіретін боламын. Әдеттегідей құрамын описанияға толығымен жазып кететін боламын. Ең алдымен осындай мұздатқыштан, морозильниктен алынған сары майымызды ұнға аунатып, үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Және де осындай бізде песочный қамыр шығады. Оған шекерімізді және де 2 жұмыртқаның сарысын салып, жұмсақтау әдемі қамыр етіп илеп шығарамыз. Шекеріміздің орнына қант ұнтағы болса, қант ұнтағын салсаңыз болады. Өйткені менде қант ұнтағы болмағандықтан шекер салдым. Кейде осы шекеріміз ермей, арасында білініп қалып тұрады. Және де жұмыртқаның ағын қоспаймыз, тек қана сарысын ғана қосып, ешқандай қопсытқыш қоспай қамыр илеп шығарамыз. Қамырды илеп болғаннан кейін салафанға салып, шамамен 10-20 минутқа тоңазытқышқа салып қойсаңыз болады. Мен осылай бетін жауып, бөлме температурасында қалдырдым. Қамыр демалып тұрған уақытта мандаринімізді қабығынан ашып аламыз, және де ақшыл бөліктерінен толығымен тазартып аламыз. Одан кейін осындай пирог пісіретін ыдысымызды алып, астына пергамент қағазымызды төсеп, жабысып қалмас үшін жан-жанына осындай бортиктеріне сары майды жақсылап жағатын боламыз. Және де демалған қамырымызды осы ыдысымызға жақсылап пирог тәріздес етіп форма жасайтын боламыз. Пирогымыздың формасы дайын болғаннан кейін пирогтың асты қамыры бір тегіс болып пісу үшін осындай асты тегіс стаканның көмегімен осылай бір келкі етіп тегістеп жібереміз. Және де пирогтың жан-жанын, бортиктерін осындай шанышқымен әдемі болып көріну үшін, әдемі болып пісу үшін тегістеп осындай жіберетін боламыз. Содан соң 180 градуста ысып тұрған пешімізге шамамен 20-25 минут пешіңізге байланысты пісіріп алатын боламыз. Пирогымыздың қамыры пісіп жатқан уақытта пирогтың бетіндегі кремін дайындайтын боламыз. Кремге бізге творожный сыр, сливки және де шекер қажет болады. Описанияға толығымен жазып кететін боламын. Творожный сыр мен сливки тоңазытқышта 8 сағаттан аса уақыт тұру керек. Содан соң ғана ол крем бола алады. Негізі бұл кремді жасау өте оңай. Менікінен үлкендеу, шұңғылдау ыдысқа сливкимізді 33 немесе 35% болу керек. Шамамен 300 граммын қоямыз, және де 100 грамм творожный сыр мен 60-70 грамм шамасында шекерімізді салып, миксермен тоқтатпай қою крем болғанға дейін шайқайтын боламыз. Шамамен 7-10 минут тоқтатпай миксерлегеннен кейін бізде осындай қою крем шығады. Төңкерген кезде ол ағып кетпеуі керек. Және де кремді құятын осындай салафан немесе осындай ыдыс болады. Осы ыдысқа басына әдемі форма аламыз. Менікінің формасын описанияға жазып кетемін номерін. Гүлді әдемі форма шығады. Кремді толығымен осыған салып, пирогымыз дайын болған кезде бетіне құятын боламыз. Кремімізді дайындаған уақытта пирогымыздың қамыры пісіп қалды, және де оны толығымен суытатын боламыз. Формамыздан ақырындап пирогтың қамырын сындырып алмай шешетін боламыз. Келесі біз пирогты жинайтын боламыз.
Ал енді пирогымызды жинауды бастаймыз. Бірінші бөлігіне осындай вареный сгущенка қосатын боламыз. Бізде вареный сгущенка өте сапалы, қою, ағып кетпейтін болу керек. 3 ас қасық вареный сгущенкамызды қасығымызбен тегістеп, әдемі етіп жағып шығатын боламыз. Оны жағып шыққаннан кейін мандариндерімізді осы қолымызбен бөліп, видеодағыдай тізіп, әдемі етіп қойып шығамыз. Пирогымыздың салмасы дайын болғаннан кейін пирогтың бетіне кремді құйып шығатын боламыз. Кремнің насадкасы өзіңізге байланысты, осындай гүлді болса да, немесе де вупипайдың насадкасы, немесе мүлдем пайдаланбасаңыз да болады. Кремді осы пирогтың бетіне әдемі сәнді етіп құйып шығатын боламыз. Пирогтың кремін толығымен құйып шыққаннан кейін әсемдік үшін мен осылай мандаринмен бетіне қойып шығамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша какаомен сеуіп шықсаңыз да, басқа да жемістерді қойып шықсаңыз да болады. Және де дайын пирогты тоңазытқышта кемінде жарты сағаттан аса уақыт тұрғаны жақсы, өйткені дәмдері бір-біріне сіңіп әдемі болып тұрады. Пирогымызды тоңазытқышқа салмастан сіздерге кесіп көрсетейін. Егер тоңазытқышқа салған болсаңыз, пирогтың қамыры қатты үгітілмей әдемі болып кесілетін болады. Және де пирог өте дәмді, сөз жоқ, керемет болып шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.